пластилин жасаймыз. Ол үшін мына заттар қажет. Бірінші ұнға тұз қосамыз. Сұйық майды суды наған қосамыз. Енді оны жақсылап араластырамыз. Енді шала қамырға жанатын түсті қосамыз. Столдың үстіне жанатын түсті септік. Жанатын түспен қамырды илейміз. Бізде осындай 4 түс шықты. Енді осыдан екеуміз бірге торт жасаймыз. Күнге қойып қоямыз. Күнде көп тұрса, жақсы жанады. Енді оны қараңғы жерге қойып көрейік. Осы видео ұнаса, лайк басыңыздар. Біздің каналға жазылыңыздар. Пока!